Ендеше бүгін өте қызықты видео болайын деп тұр. Что будет, но не сразу ағайындар. Мыналардың жанында дым удар тиіп алмаймын ғой. Сәлем достар, бүгін бізде кезекті видео. Бүгін біз жігіттермен лонгшот теуіп жарысатын боламыз. Әрқайсымызда 10 удардан болады. 10 удардың ішінде кім аз гол соғады, сол шашынан айырылады бүгін жігіттер. Да, это жестко. Только пак бағып аламын ғой, ортасын қалдырып қоям. Шашымнан әжелеріме ойыз алдырдып, төбесін алып тастап екі шетін қалдырып қоям. Жеңіліп атсақ енді шашымды полубокс қылып алдырам. Ал достар, мен атылатын болсам, шашымды тақырлап алып тастайтын болам. Ендеше бүгін өте қызықты видео болайын деп тұр. Сіздердің қолдауларыңыз керек. Лайк, комментарий, подписканы ұмытпаймыз. Бірінші болып бастайтын мен. Осы соңғы видеода көрген шығарсыздар голды. Қазір сондай гол қайталаймыз. Күтіңіздер. Қайталадым гол, көрдіңдер. Мынау гол енді страшно кірді, базар жоқ. Ал енді бірінші соққымды салам деген ойдамын. Что будет, но не сразу ағайындар. Айтпайтын бәлең жоқ, ә? Допқа на стиле жақындаймыз. Хамзикқа бірінші гол соғамызда демаламыз. Ой, вратарь, слабый. Бір гол бар. Болды, шаш походу алмайтын сияқтымыз ғой. Бір гол бар. Мына соңғы гол негізі Мұстафанікі. Әшейін өтіп кетті, негізінде мен Петр Чехпын ғой. Я. Қотақ чех. Мен негізінде сөйлемеймін, только іспен дәлелеймін. Қараңыздар. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Мынаның негізінде осыны вратаға тұрғызу керек бар ғой. Мен емес. Мен Петр Чех болмаймын осы күннен бастап. Боже мой, да всем насрать! Әдемі соққанша лучше. Гол мен сияқты әйтеуір өтірік болса да бір гол соққан дұрыс қой. Главный результат, главный шаштың амандығы ағайындар. Шаш аламын деп ойламаймын. Өйткені бір гол бар. Жігіттер әлі гол соқпады. Мен салам. Опасно. Ничего. Әлі жігіттерді көреміз, қазір гол саламасын. Мына соққын енді салу керек обязательно. Көпшіліктен қалмайық. Бастамасы бар ғой ағайындар, көрдіңіз ғой, қазір точно кіреді. Көрейік ал, басқа әдіспен тебейік, бағанағыдай емес. Накыл болғандар жігіттің ұды. Болды бірақ. Так, достар, сабырды каналда егерде алдағы уақытта көргілеріңіз келсе, комментарий мен лайк басып кетіңіздер, сол кезде біз сабырды жиі шақыратын боламыз. Сабыр келесің ғой, иә? Обязательно ғой, міндетті түрде ағайындар. Сабырдың пушкаларынан кейін мен пушкамды қарасаңдаршы, қазір қандай болады. Чуть-чуть астан көргетім. Ай! Мынандай ударлар қалай кірмей жатыр, ағайын. Көргендеріңіздей, сабырда Хамзиктер гол соққан жоқ, бір гол бар, әйтеуір өтірік болса да. Мен пока спокухада бүйтіп темекім шегіп демалып жатырмын, короче бар ғой. Що шашыңды қай сұлулық салонына барып алдырасың? Элит деген бар ғой, элит деген. Келесі соққыны өзімнің сүйікті ойыншылардың бірі Марко Ройстың стилінде теуіп көрейін. Марко Ройс, Китай! Бастамасы бар ағайындар, бар болды. Мынандай ударлардан кейін гол салмасаң жаман ғой, мынау пушкадан кейін бар. Марко Ройс болмаймын мен бірақ. Естеріңізде болсын.
тек Роналдо ма? Ой, ё-моё! Мынау удар қалай кірмей қалды, ағайын? Сезім düşесіге сезіне алмадым жүрек düşесіге. Походу, мына шашты пагбаны шашып алайын деп тұр ғой. Сен походу записке жазыла берсей бір шаштаразға ше. Барбершоптың нөмірлері бар ма? Сөйту керек қой, брат. Болды. Что-то уже жыбы баратын сияқтысың ғой. Короче, мыналардың жанында дым удар тебе алмаймын ғой. Түсініп отырмын, то что мен тебе алмайтынмын. Сол үшін өтірік болса да айтып теуіп соғуға тырысамын не болса. Гениальный в простоте, не глупый. Көп сөйлемек, көрдіңдер ғой. Казахский пыр не знает дыр ғой. Мықты деп алып келген жігіттер осы болсын. Кімнің ішіне? Как говорится, выебоны к добру не приведут. Пантера в красных шортах, в красных трикошках. Пантера. Вот потом, блядь. Пантера красный стрингах деген осы ғой. Негізі көп сөйлемей жасау керек екен ағайындар, көп сөйлемей керек. Қачен болды? Сен өтірік өткізіп жатсаң айдасаң өтірік өткізіп жатырмын деп. Екінші гол сенде, я? Екінші гол, бірақ көңілім әлі орнына түскен жоқ. Онша негізі жақсы деп еттім, по идее. Короче, біз примерно сабыр екеуміз уже бармаймыз барбершопқа, шашымыз бүгін қалатын сияқты. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, bitch, I flare red raw. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Ooh, rain dance. We can keep the rain checker. We can make plans. Load it, rock and roll it. Diamonds glow, lock, stock, and two smoking barrels, locked and loaded. Diamonds glowing, chop, climbing on them. You think I'm jumping out the window? Бүйту керек қой. Абай мияң қой мынау. Я в шоке, ё-моё. Екеуі де гол деп айтқан мен. Бүгін қандай голдар кіріп жатыр ағайын. Ай! Екі гол бар. Уже болды. Еркін уже дем алып. Аяққа тебессем де болды уже, бар ба? Могу себе позволить писать. Пойдет. Ешкімге дәлелдемеймін ештеңе. Дәлелдеп тастадым. Кому доказывать? Гол! Айттым ғой, мен мына голымды ше, үйде отырған, мені қарап отырған ата-аналарыма сыйлаймын. Мықты болсын, мықты. Уважение бір-біріне қолдау көрсетіп жатыр. Все, короче, Хамзик железно бармай шаштаразға. Конечно, шаш пагбанкіндей болмайды, родной. Ең басында айттым ғой, жігіт дегенше сөзбен емес, іспен дәлелдейді. Ой. Все мои девушки делают. Қазір Хамзикта 3 гол, Сабыр екеуміз 2 голдан алды. Досханда 1 гол. Досхан да шанс бар я. Егер де екеуінде соғатын болса, Хамзикпен кететін болады ары қарай. Сабыр екеуміз қаламыз. Ал егер екеуінде соқпаса, тікелей шаштаразға баратын болады. Я бармаймын шашқа. Ворота анау, брат. Ворота кішкентай емес, үлкен. Үлкен ба? Бля, что за хуйня? Бля, хуйна что? Вот, Ондай болып тұрады, қам жеме. Ал жігіттер, жеңіс құтты болсын. Рахмет шақырмайтын болдық. Рахмет. Рахмет, керемет голдар үшін. Инстаграмдарына подписаться етіңіздер. Лайк басып жігіттердің голдары үшін қолдау көрсетіңіздер. Ал біз Досханмен қазір шаштаразға барып шашын алатын боламыз. Так, достар, Досхан ұтылды. Өздеріңіз көрдіңіздер челлендждан. Қазір келіп шаштаразға келіп шашын алайын деп жатыр. Ощущение қалай? Ля, анау шаштар қазір кетеді.
ағасы түбінен кетеді ойлаңыздаршы, қазір шашын быт-шыт қылып аламыз да Досханның. И бір апта Досхан үстіп жүреді. А бұл жігіттің әйелі бар. Не дейді бұл? Елге қалай қарайды бұл еще? Еркек екі сөйлемейді. Бірақ бір істеп жатыр. Істеп жатыр еркек. Сол үшін респект, лайк, комментарий. Короче, брат, мына жігіттің шашын ше на свое усмотрение быт-шытын шығарып тұрып алу керек қой. Болды, қайын. Бір апта істеп жүреді, короче. Қортудан бастырмыз деп қойды. На свое усмотрение. Біздің ашыңған мойында. Короче, Досханның шашы. Сөз жоқ. Не дейсің, атылмау керек қой, короче, әкелі. Бір апта жүреді Досхан, ойлаңыздар. Жаны кіріп алып жатыр ғой. Бүйтіп сурет саласың дейді. Жоға. Осында қалқанған жазасың ғой, короче. Инстаграм түсіп ойы сап береміз былай. Былай. Әже точка қоямыз дейді. В общем, фантазия көп құртуға ше. Хабарласыңыздар. Бір артымыз бір көрсетіп қой. Қалай өзіңе ұнады ма Досхан? Қашан? Осы шаштың авторы. Чё, жігіттер нормально ойнаңдар. Ұтылмаңдар мен сен. Короче, достар, Досханның осы бір ерлігі үшін лайк, комментарий, подписка және келесі видеоны күтіңіздер. Ашымыз аман, жұртымыз тыныш жүрсін ағайын.